Егерде бүкіл проблемаңыздың шешілуін қаласаңыз, қарызыңыздан құтылып, ешкімге мұқтаж болмай, таршылық көрмей, бақытты өмір сүруді қаласаңыз, мына үш нәрсені үнемі жасап жүріңіз. Ең бірінші, үнемі истихфар айтып жүріңіз. Хадисте келеді, кім үнемі истихфар айтып жүретін болса, Алла тағала ол адамға ойламаған жерден ризық несібе береді. Және де қайғысын қуанышпен алмастырып, тығырықтан шығар жол көрсетеді дейді. Екінші, үнемі кешке жақын оқиға сүресін оқып жүріңіздер. Хадисте келеді, кім үнемі кешке жақын оқиға сүресін оқып жүретін болса, ол адам кедейшіліктен аман болады дейді. Яғни таршылық көрмейді. Кешке деп отырғанымыз шам намазынан бастап оқи бересіздер. Үшінші, үнемі салауат айтып жүріңіз. Ғалымдарымыз айтады, кім үнемі салауат айтып жүретін болса, Алла тағала ол адамның көкейіндегі дұғасын сұрамай-ақ қабыл етеді дейді.